Ассалаумағалейкум. Бұның аты салапан. Көктем мен күзді жаз етеді, иесін байытып мәз етеді. Бай болам десең кәсіп керек деген, бұл кәсіп қазақтың бәріне қажет еді. Бұл құрылғы тамшылатып суарады. Диқандар уақытпен суы эконом болып қуанады. Қазірше бұл заттар Қазақстанда өндірілмейді. Өндіретін жігіт Алла қаласа алда туады әлі. Қазақтың таңын жарық қылам деп, әкем марқұм қазақтың таңын жарық қылады деп атымды таң жарық қойыпты. Неше күн өмір сүрсем, сонша күн сәулемді шашқанға, қолымнан келгенше жұмыс жасағанға даярмын. Әр қазақ менің жалғызым. Менің мақсатым мына блогер емеспін. Менің мақсатым мына ұсақ-түйек заттарды көрсетіп, өзіме абырой табу емес. Менің мақсатым өзіме мені тыңдайтын адамдардың санын көбейту, соңына пысып жетіле келе, ел ағасы болған кездерде, 40 елуге келген кездерде өзімдік атмосферамды, өзімдік әлемді жарату, сөзімді тыңдамағандарға тыңдататын орай жарату, сосын тыңдайтын болған соң қазаққа одан ары үлес қосу. Аман сау болыңыздар. Артық айтпасам кешесіздер. Сын үзілмей, мін үзілмейді. Қазақ әрқашанда қазаққа ғана керек. Басқа ешкімге керек емес. Осыны білгені жөн. Білгеніміз дұрыс. Өзім де солай деп қабылдаймын.